Мумиялар жайлы естіген боларсыз. Сан жылдар бойы сақталған адамның өлі денесі кейінгілер үшін мұражайға қоюға таптырмас экспонат. Әрине, осыдан бірнеше жыл бұрын өмір сүрген жандардың бұзылмай сақталған бейнесін көру кімге болмасын қызығушылық тудырады. Дегенмен әркімнің қарауға да батылы жете бермейді. жылы Қытайда жаңа шойын жол салу процесі кезінде осыдан 600 жыл бұрын өмір сүрген әйел адамның денесі табылды. Бұл уақыт шамамен Мин династиясының гүлдеп тұрған кезеңі. Қаншама уақыт ылғал жерде қалғанымен мүрде керемет сақталған. Әрине, терісі қатқан күйінде. Дегенмен шашы мен қастары сол күйі. Бұл мумия ғасырдың шешілмеген жұмбағына баланып отыр. Зерттеушілердің айтуынша дененің бұлай керемет сақталуы сол мекендегі оттегінің өте аз мөлшерде болуы. Өмірде Даши Доши діни қызметкер болатын. 1927 жылдың түнгі уақытында қасына шәкірттері мен бауырларын жинап алып, өзінің уақыты келгендігін жеткізеді. Өлер алдындағы олардан бір тілегі медитация жасау. Белгілі болғандай, дәл осы әрекет кезінде Даши Доши еш қиындықсыз жан тәсілім еткен. Осыдан соң өлі денені отырған күйі арнайы жасалған табытқа енгізеді. Ал мүрдені тауып алған зерттеушілер эксперимент нәтижесінде оның тамаша сақталғанын айтады. Тіпті шаш үлгісінен талдау жүргізіліп, дененің клеткалары мен терісі осыдан 36 сағат бұрын қайтыс болған адамның жағдайымен бірдей делінген. Дансела немесе бойжеткен. Бұл осыдан 500 жыл бұрын Инк тайпасында өмір сүрген 15 жасар қыздың мумиясы. Қолдағы бар ақпараттар бойынша бойжеткенді тайпа рәсімі бойынша құрбан еткен. Шара биіктігі теңіз бетінен 6700 метр болатын Люляйляку атты аргентиналық жанартаудың шыңында өткен. Оның мүрдесі өзге қос бірдей баланың мәйіттерімен 1999 жылы табылды. Нәтижесінде оның өлімі алдында туберкулез секілді инфекциялық ауруға шалдыққаны анықталды. Бұл індет сол кезеңде ажалмен тең болатын. Сондай-ақ бойжеткеннің өліміне басты себеп салқын ауа райы. Қыздың организмінен жүгері ликерінің көп мөлшері, ал ортынан кокаин өндірілетін коки жапырағының үзінділері табылған. Инктер бұл өсімдікті инфекциялық ауруларға қарсы тұру үшін қолданған. 1955 жылы мароккалық әйел Захра Абуталиптің кезекті толғағы келіп ауруханаға босану үшін аттанады. Бірақ қанша қиналса да нәрестені шығару мүмкін болмады. Сол себепті дәрігер баланы кесар тілік арқылы алуға кеңес береді. Алайда қатты қорыққан Захра ауруханадан қашып шығады. Арада бірнеше уақыт өткенде нәресте жатырда қайтыс болған. Ал кейіпкеріміз баланы іштен шығаруға қарсы болып, өлі дене сол күйі жатырда қалады. 40 жылдан соң асқазаны мазалап, дәрігерлерге жүгінген оған рентгендік тексеріс жүргізіп, ішінде әлгі нәрестенің шіріген қалдықтары жатқан айтады. жылы Джон Франклиннің бастауымен 100-ден астам адам жаңа құрлыққа қарай экспедицияға аттанады. Мақсат Азияға жол тартатын ірі сауда жолының солтүстік батыс өткелін табу. Дегенмен саяхатқа аттанған бұл жандардан артынша еш хабар болмады. Іздестіру жұмыстары тек 1848 жылы ғана басталып, 1850 жылы Бичи аралының маңайынан жоғалған экипажға тиесілі 3 адамның мәйіті табылды. Арада ғасырдан көп уақыт өтіп, 1984 жылы медициналық тексеріс жүргізу үшін белгіленген аймаққа антропологтар аттанады. Нәтижесінде мүрделердің керемет күйде сақталғаны жеткізіліп, бұған тундрадағы мәңгілік салқындықтың септігі мол болғаны хабарланды.